Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге сыйлықтардың ішінде не зат бар екенін көрсететін боламын. Яғни мен детский киім сатумен айналысамын. Және де үлкендерге пижама, қыздарға, балдарға пижамалар бар. Міне асып қойғам бір штуктан, бір размерден. Және де әрбір сатып алушыға менде сыйлықтар бар. Осы сыйлықтардың ішінде не зат бар екенін көрсететін боламын. Мына жерде помада. Мына жерде тушь. То есть подводка. На жерде тоже подводка. На жерде ойыншық, яғни мужской пижама сатып алсаңыздар, кішкентай балаларға осындай сыйлық ретінде кетеді. Вау, мына резинаны прям айта алмаймын, өзіме қатты ұнайды. Ішінде так 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 штук бар екен. 20 штук резина. Ал бір штук резинаны базардан сіздер 30 теңгеден аласыздар. Одан кейін мынандай заколка и резина. Бұл да сыйлық ретінде кетеді. Тоже резина. Вау, мынаны айта алмаймын, прям тоже резина. Блокнотик. Барлығына керек қой, не блокнот. Мынау тарақ пен айнасы. Мына жерде тоже подводка екен. Тоже подводка. Мына жерде так бұны көрсеттім. Мынау тушь. Тушь. Мына жерде тоже подводка. Мынау резина. Мына жерде заколка. Күшті, я, қараңыздар. Мына жерде мне тоже тушь. Ободок. Одан кейін резина. Сыйлықтарды сіздерге көрсетейін деп специально видео түсірдім. Мына жерде подводка, тағы да подводка екен. Подводка. Көптеу подводка алыптым, потому что любой қызға керек деп. Вот. Так, енді мынаның ішінде помада екен. Не, помада цветтерін көрсетейін сіздерге. Вот. Мына жерде тоже помаданың цветі басқаша. И прям пахнуть етіп тұр ғой. Мына жерде тушь уже. Накладкада не екен. Подводка тоже. Салып қояйық. Так, мынау да подводка. Мынау да подводка. Мына жерде помада екен. Қандай сыйлығымыз бар екен?